Үйленіп отау көтердің, мінекей сенде балағас. Тұрмыста бірақ жарқыным үйленбей кеткен адам аз. Сен түгіл маймыл-маймылмен, қасқырмен қасқыр жұптасқан, өз теңін тапқан соң олар қадамын анық-нық басқан. Ойыңмен ісің жаңғырық, кейде оған түйсік жетпейді. Әйеліп бала тудыру ақылды қажет етпейді. Күнделік құмар сезімді өрілген үшін отпенен шатастырып алды Құдай-ау бір туар махаббатпенен. Алдану сірә түгемес, бұлтақсыз бұлсыз шақтарда үйлену деген қарағым алғашқы баспалдақ қана. Атанаң, үрім-бұтағың бәрі де сені тұр қолдап, бастысы сұлу жұбайың өзіңе ертең кім болмақ? Махаббат қайсар заңғаршың, кез келген өрлей алмаған, 10 мыңнан бәлкім екеуі үмітін зорға жалғаған. Содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған, қаншама заңғар тұлғалар қанатсыз жардан зорлаған. Тұрмыстың талай сынынан сүрінбей өтті десе де, жұбайың досың болды ма, міне бұл басты мәселе. Не бермек тәннің одағы, жаныңа жаны қосылмау, бұл нағыз бедеу қасірет, қосылмау деген ашылмау. Гүлі ашылмағанның кім бар тілегін жақтаған, рухы қосылмағанның сезімі шаттық таппаған, рухы қосылмағанда жалынсыз, сәнсіз, жақысыз, сондықтан жалғанда екеудің бірі бақытсыз. Сондықтан махаббаттың да сыртсанын құрайтындар көп, жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп. Тағдырды алдау мүмкін бе, жүрсеңде қандай жолменен, бір мәнді сұрақ шығады ылғида бір көлденең. Жұбайың досың болды ма, самғатқан сезім шырайың? Нақ осы ұлы бақытты берді ма саған Құдайым? Ойнайма оның көзінде сезіммен рух жарқылы? Ұғама ол сенің ішкі мұңыңды, жетінші түйсік арқылы? Ұқпаса ісің секілді, дауылда мұзда жаққан от. Рухани терең түйсіну жоқ кезде, махаббат та жоқ. Нағыз қыран мәңгі ардақтап өтер болар өз көгін, өзіңді өзің ұмыта біл. Бақыт үшін өзгені